Ауызашар өте маңызды сәт. Көп жағдайда ауызды дұрыс ашпағаннан түрлі ауруларға шалдығып жатқан болады. Атап айтатын болсақ, панкреатит, ұйқы безінің қабынуы, түрлі гастриттер, асқазан ішек жолы аурулары, қан қысымының көтерілуі, қанттың көтерілуі міне осы ауызды дұрыс ашпағаннан болады. Сол үшін мұқият тыңдаңыздар. Яғни ауызды қалай ашқан дұрыс. Сіз күні бойы жүргеннен кейін шөлдейсіз. Көп жағдайда адамдар осы ауызашар кезінде мұздай сумен немесе газдалған түрлі сусындармен ашады. Бұл өте қате, бұл дұрыс емес. Яғни сіз күні бойы сіздің асқазан, бауыр, 12 ішегіңіз, ұйқы безіңіз, олар демалып тұрады, олар тынығып тұрады, өтіңіз сіздің қоюланып тұрады. Ал сіз кешке жақын келіп бірден мұздай су ішсеңіз, немесе газдалған су ішсеңіз, кола немесе басқа да сусындарды ішсеңіз, сіздің бүкіл асқазан ішек жолдарыңыздың бәрі бүрісіп қатып қалады. Өт дұрыс бөлінбейді. Сол үшін ең дұрысы, яғни ауызашарға отырған кезде сіз ыңғайлы отыруыңыз керек, және де бірінші ыстық судан бастаған дұрыс. Жылы су немесе ыстық судан 1-2 ұрттам жасап. Бұл кезде де сақ болу керек, күйіп қалмау керек. Яғни бірінші суды ішіңіз. 1-2 ұрттам су ішіңіз, одан кейін кішкене 1 минуттай демалыңыз, су асқазанға бәріне сіңсін, өтіңіз айдай бастасын. Бұл өте жақсы процесс. Одан кейін 1-2 дана құрма жеңіз, одан кейін кішкене